Үйді тазартудың жолдары. Ешкімді шақырудың керегі жоқ. Ешкімге ақша төлеудің керегі жоқ. Ақылың бар ғой, соның істегенін өзіңді істей аласың. А'раф сүресі. А'раф сүресінің 117-122 аяттары. Бұл жынға, мына қазір мен ең маңызды деген 3 Құранның аятын айтамын. Осы Құран аяттарын суға үрлейсіз. Осыны оқып отырып, суға, 5 литрлік суға, 10 литрлік суға да, жаңағы, ол 10 литрлік болса да болады, дозасы аз болып қалады екен деген нәрсе жоқ ондай. Су информация қабылдайды, білесің бе? Енді қара, осы Құран аяттарын даусыңды шығарып отырып, сол суға үрлейсің. Деп ше? Қазір қалай істейтін бәрін анықтап түсіндіріп беремін. Сөйтіп, сол суды үйіңе бұрыш-бұрыштарына бисмилланы айтып жүріп, шашып тастайсың. Қанша күнге жетсе де шаша бер, ешқандай проблема жоқ. Қараңыз, бұл 3 аят, мынау жынға қарсы аяттар. Сиқырға, дуаға қарсы аяттар. Біріншісі, кейін шынымен, осы мен айтқан аяттарды ашып, қазақша мағынасын оқып көрсеңіздер, өз сол жерде айтылады, не оқиғалар болып жатқаны. Біріншісі, А'раф сүресі 117-122 аяттар. 10 литрлік суды, 5 литрлік суды алдыңызға қойдыңыз. Не болмаса бір шелекке суды құйып алдыңызға қойдыңыз. Сөйтіп, жаңағы аятты алдыңызға қойып аласыз да, не болмаса енді Құран оқи алатын имамды шақырып сұрансаңыз, Құран оқи алатын жігіттер осыны істесе болады. Бұған міндетті түрде тақиясы дәу, ар жақ бер жақты әруақтармен сөйлесіп келген, ар жақ бер жақ көп өмірі керек емес. Жалпы шын ықыласымен орындайтын адам болса болды. Бисмилlah. Ва аухайна иля Муса ан алқи асака фа ида хия талқафу ма яфикун. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Осы аят А'раф сүресінің 117-122 аяттары болуы керек. Осы жерде وألقي السحرة ساجدين деген аяты бар ғой. Осы жерін 7 рет оқисыз. وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين деп суға 7 мәрте үрлейсіз. Сол жеріне келгенде. Ары қарай قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون деп өтесіз. Одан кейін екінші аят. Юнус сүресі, Юнус сүресі. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. Осы сөзді 7 рет оқисыз. Инна Аллаха сайабтилу, Инна Аллаха сайабтилу, Инна Аллаха сайабтилу деп 7 рет оқып үрлейсіз суға. Одан кейін осы 7 рет үрлеп болғаннан кейін Инна Аллаха сайабтилуху, Инна Аллаха ла юслиху амалал муфсидин ва юхиqqu Аллаху al-haqqa bi kalimatihi wa law kariha al-mujrimun деп аятты оқып бітіріп тағы бір рет үрлейсіз. Одан кейін Таха сүресі. Таха сүресінің 69 аяты. Сол бетті ашасыз. Сөйтіп, Таха сүресінің 69 аятын оқисыз. Иннама санау кайду сахир, ва ла юфлиху сахиру хайту ата. Деп, осы жерді 7 мәрте оқып, Иннама санау кайду сахир, ولا يفلح الساحر حيث أتى деп осыны 7 мәрте оқып суға үрлейсіз. Сөйтіп, осы суды бетін жауып қойып қойсаңыз да, күніге осы суды жаңағы қазір мына бризговик бар ғой, піс деп су шашатын. Сондай су шашатынмен алып күніге үйдің бұрыштарына, кіреберістен бүкіл бөлменің үйдің бұрыштарына сеуіп шығасыз мынандай пысылдақпен. Бірақ әжетхана, туалет, ванналарға керек емес. Өйткені бұл су, жаңа Құранды өзіне қамтыған су болғандықтан қажет емес. Әжетхана, туалет, ванный, жаңа душевойларыңызға сеппей қойыңыз. Қалған басқа бөлмелерге
5 күн, 6 күн, 10 күнге шейін күніге бисмиллахын айтып жүріп, сол бұрыштың бәріне үйдегі осы суды сеуіп шығыңыз. Бұл үйді тазартады. Үйді жын-жыбырлардан тазартады. Қажеке. Және үйіңізге Құран оқыңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Құран оқыңдар дейді, үйлеріңде. Бақара сүресін оқыңдар дейді. Ол Бақара сүресі оқылған үйде не дейді? Жын-жыбырлар тұрмайды дейді. Олар шайтан қашады дейді ол үйден. Енді оқи алмай жатқан болсаңыз айып емес. Әлбетте өзіңіз оқығаныңыз жақсы. Егер оқи алмай жатқан болсаңыз, онда жаңағы қазіргі аудиолар бар ғой, айқайлап қойып қоятын. Құранды, Бақара сүресін үйіңізде қайта-қайта қойып жүріңіз. Бұл айына бір мәрте істеп қоятын нәрсе емес, әрдайым істеп тұрғаныңыз сіз үшін жақсырақ болады. Үйіңіз сонымен тазарады. Ал өзіңізге қатысты үйіңізден бөлек кез келген жерде уайымсыз таза жүремін дейтін болсаңыз, мұсылман қорғанында бар дұғалар. Бұл жаңағы мен айтып жатқан аяттар көбінесе осы имамдарымыз бар ғой, осы жын тигендерді оқып жүрген имамдарымыз осы аяттарды қолданады. Және мынау дұғаларды қолданады. Қажекелер, мына дұғаларды асықпай айтып шығам, кейін жазып алып жаттап алсаңыздар болады. Бұл дұғалар, қараңыз, біріншісі, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім бұл дұғаны азанда 3 мәрте, кешке 3 мәрте айтатын болса, оған жер бетінде еш нәрсе зиянын бере алмайды дейді. Ешкім емес, еш нәрсе зиянын бере алмайды дейді. Осы мені жын-жыбырларға қатысты қарсы қалқан болатын дұға. Бисмиллахиллади ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил ард ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Осы дұғаны азанда кешке 3 мәртеден қайталап жүріңіз. Екіншісі, жындарға қарсы дұға. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Үшіншісі, А'удhu би калиматиллахи таммати мин шарри ма халақа. Бұл да жындарға қарсы дұға. А'удhu би калиматиллахи таммати мин шарри ма халақа. Төртіншісі, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұны айтқан, кімде-кім азанда кешке 7 мәртеде осыны айтып жүретін болса, таң мен кеште, Алла тағала ол адамды 2 дүниенің уайымынан құтқарады дейді. 2 дүниеге қатыстып, оның қиындықтарын жеңілдетіп шешіп береді деген мағынада келеді да. Хасби Аллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хуа раббул аршил азим. Хасби Аллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хуа раббул аршил азим. Міне қазір біз Құран аяттарын оқыдық, және 4 дұғаны оқыдық. Осыны әрдайым қолданып жүрген адамдарға жындар, шайтандар зиян бере алмайды. Мынау жаңа, енді шайтандар азғыруын тоқтатпайды ғой, олар жұмыс істей береді ғой. Жалпы үйіңе келіп, бастырылуы деген нәрсе бар ғой, біреудің сізді дуалауы деген нәрселер. Бұл нәрселер соған қарсы қалқан болады. Әлбетте, бұны міндетті түрде басыңа іс түсіп, дуаланып, сиқырланып, біткен кезде істемеу керек. Оны басыңа іс түспей тұрған кезінде бұны қорған. Антивирус дейді ғой, антивирус.